Достар, бүгін біз талон уведомление алатын боламыз. ИП-ға ең қажетті құжаттар. Google-ға егов деп жазамыз, электронное правительство шығады, соны басып, еговты таңдаймыз. Таңдағаннан кейін ЭЦП шығады бізде, ЭЦП выбрать сертификат, өзімізге қажетті ЭЦП-ны таңдап аламыз. Таңдағаннан кейін Out дегенді басамыз, яғни ең біріншісін таңдаймыз, паролімізді жазамыз. Окей, открыть, подписать дегенді басамыз. Басқаннан кейін біздің өзіміздің егов страницамызға кіреміз. Бұл жерде бізге ештеңе қажет емес, астыға түсіреміз да электронное лицензирование дегенді таңдаймыз. Таңдағаннан кейін осы жерде бірнеше вкладкалар шығады. Астыда тұрған личный кабинет деген таңдаймыз, история заявлений и полученных услуг дейміз. Міне мынандай бет шығады, одан кейін түсіріп уведомление дегенді басамыз. Басқаннан кейін астында осындай документ тұрады, яғни кезінде біздің ашқан ИП-ның документі. Біреу емес, бірнешеуі шығуы мүмкін, яғни сіздің кезінде ашқандарыңыз бойынша немесе өзгерткендеріңіз бойынша ИП-да қандай да бір данныйларды өзгертсеңіздер, бірнешеуі шығады. Ондай кезде ең соңғысы, ең керектісін ғана таңдап аламыз. Достар, ИП-да қандай да бір өзгерістер енгізгілеріңіз келсе, ИП-ның атын немесе адресті тағы басқаларын өзгерткілеріңіз келсе, сіздерге видеолар дайындап қойдым, каналымда бар. Әрі қарай кеттік, принято в го дегенді таңдаймыз. Осының ішіне біздің құжаттарымыз шығады. Ең бірінші мынау так бізде реклама, басып тұрсайық, скачать уведомление деген өзімізге сақтап аламыз. Ең соңында скачать талон деген, соны да сақтап аламыз. Так, сақталынбады ау деймін, қазір қайтадан сақтаймыз. Скачать талон. Бізге ең біріншісі скачать уведомление, ең соңғысы скачать талон. Екеуі ғана керек, басқалары керек емес. О, міне скачать етілді. Талон мен уведомление кез келген жерде керек құжаттар. Мынау бізде біріншісі уведомление. Бұл екі беттен тұрады. ИП-ға қажетті барлық ақпараттар осының ішінде жазылып тұр. Бұл қосымша ретінде жүретін документ. Өзімізге шығарып сақтап аламыз. Так, екіншісі мынау бірақ беттен тұратын талон. Бұның ішінде көп информация болмайды, тек қайда ашылды, қашан ашылды деген сияқты қысқа ғана мәліметтер болады. Бірақ осы талон бүкіл жерде қолданады. Яғни кез келген жерде сізден талон сұратады. Екі документті де сақтап қойыңыздар. Достар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.